білімгерлер, мен Мейрамбаева Гүлназ Жұмаханова, Жансүгіров колледждің құқықтану пәндерінің оқытушысы. Бүгінгі пәннің атауы Қазақстан Республикасының қаржы құқығының негіздері. Сабақтың тақырыбы қаржы жүйесі және мемлекеттің қаржы қызметі. Бағалау критерийі: сабаққа қатысу 10 балл, өз пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын уақытылы өткізу 20 балл, сабаққа белсенділігі 20 балл, ғылыми көзқарасын білдіру 10 балл, материалды толық меңгеру 20 балл. Сабақтың мақсаты: тақырыпты толық ашу, Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін талдау және мемлекеттің қаржы қызметін талдау. Қаржы түсінігі елдегі және қоғамдағы ақша табиғатын және ақша қатынастары процестерін сипаттайтын жалпылама экономикалық категорияларға жатады. Қаржы термині латын сөзі финиш істің аяқталуы, төлеу мерзімі, тартыстың аяқталуын білдіреді. Германияда финанс сөзі 17-18 ғасырларда парақорлық, алдау мағынасын білдірген. Бірақ 18 ғасырда француз сөзі финансы мемлекеттік мүліктің жиынтығын, мемлекеттің шаруашылығын, мемлекеттің шығыстар мен кірістерін білдіретін. 19 ғасырдың соңында қаржы термині тек ақша құралдары ғана емес, сонымен қатар мемлекеттің материалдық құндылықтарын да білдіретін. Қаржылар екі аспектілерде қарастырылады: материалдық және экономикалық. Материалдық мағынада қаржылар мемлекеттің қаржы ресурстарын білдіреді, яғни мемлекеттің меншігіндегі қолма-қол және қолда жоқ ақшалардың жиынтығы ретіндегі орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ақша құралдарының қорларының жиынтығы. Қолма-қол ақшалар белгілі құны көрсетілген қағаз ақша немесе тиын ақша түрінде көрініс табады, ал қолда жоқ ақшалар белгілі шоттардағы жазба түріндегі ақша құралдары. Қаржы категориясын материалдық мағынада және ақша терминімен байланыстыра қарастыра отырып, үш мағынасын көрсетуге болады. Бірінші, кең мағынада қаржылар ақша түсінігін синоним ретінде қарастырылады. Екінші, тар мағынада қаржы терминіне мемлекеттің және заңды тұлғалардың ақша құралдары кіреді. Заңды тұлғалар мемлекеттік және мемлекеттік емес деп жіктелгендіктен қаржыларды жеке және мемлекеттік деп бөлінеді. Арнайы мағынада қаржылар деп тек мемлекеттің ақша құралдары айтылады, яғни қаржылар мемлекеттің ақша қорларын қалыптастыру, бөлу және пайдалануды ұйымдастыру негізіндегі ақша айналысында пайда болатын қатынастардың жиынтығын білдіреді. Осы мағынадағы түсінік қаржы құқықта кеңірек пайдаланады. Экономикалық категория ретінде қаржы деп мемлекеттің ақшалай ресурстарын жоспарлы түрде қалыптастыратын және бөлетін, сондай-ақ олардың пайдалануын ұйымдастыратын экономикалық қатынастардың жүйесін айтамыз. Мемлекеттік қаржылардың негізгі қағидалары: заң шығару базасының біртұтастығы, үнемділік және ұтымдылық, ашықтық және жариялық, мақсатты және стратегиялық бағыттылық, белгіленген мақсаттарға жетудегі ғылыми көзқарас, қаржыларды орталықтандырылған негізде басқару, қаржылық өкілеттіктерді бөлу. Мемлекеттік қаржыларға бөлу және бақылау функциялары тән. Бөлу функциясы арқылы жалпы мемлекеттік қажеттіліктер қанағаттандырылады, бюджеттердің және бюджеттік емес қорлардың балансталуы, экономиканың өндірістік емес салаларын қаржыландыру көздері қалыптасады. Бақылау функциясы мемлекеттің ақша қорларын қалыптастыру және бөлу, сондай-ақ қандай да болмасын шаруашылық субъектілерінің осы қорлардан алған ақша қаражаттарын мақсатқа сай пайдаланулары кезіндегі барлық әрекеттерінің дұрыс және заңды болуын қамтамасыз етуге бағытталған. Қаржы жүйесі деп мемлекеттің ақшалай қорларын қалыптастыру, бөлу және пайдалануды ұйымдастыру барысында пайда болатын және әр қайсысы белгілі бір қаржылық құқықтық институттардың материалдық көрінісі болып табылатын
қаржылық экономикалық институттардың жиынтығын айтамыз. Ал қаржылық экономикалық институттар дегеніміз мемлекеттің ақша қорларын қалыптастыру, бөлу және пайдалануды ұйымдастыру барысында пайда болатын экономикалық қатынастардың жиынтығы. Ақша қорлары дегеніміз нормативтік құқықтық негізі бар, мақсатты, салыстырмалы өз бетінше әрекет ететін, салыстырмалы оқшауланған қаржы ресурстары. Мемлекеттің қаржы жүйесін материалдық, экономикалық және ұйымдастырушылық мағынада қарастыруға болады. Материалдық мағынадағы мемлекеттің қаржы жүйесі деп ақша қорларының жиынтығын айтамыз. Қаржы ресурстарын орталықтандырылған жалпы мемлекеттік қоры, әкімшілік аумақтық бірліктердің орталықтандырылған ақша қорлары, мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар, мемлекеттің орталықтандырылған қарыз беру қоры, мемлекеттік сақтандыру қоры, мемлекеттік ұйымдар мен мемлекеттік мекемелердің орталықтандырылмаған ақша қорлары. Материалдық мағынадағы мемлекеттің қаржы жүйесі деп қаржы экономикалық институттардың жиынтығын айтамыз. Ұйымдастырушылық мағынадағы мемлекеттің қаржы жүйесі қоғамдық қаржы қатынастарының қозғалысын қамтамасыз ететін мемлекеттің қаржы мекемелерінің жиынтығын білдіреді. Қаржы министрлігі және оның аумақтық бөлімдері, салық органдары, ұлттық банк және оның аумақтық бөлімдері. Мемлекеттің қаржы жүйесінің негізгі функциялары: реттеу функциясы, жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау функциясы. Мемлекеттің қаржы жүйесінің аясы: мемлекеттік қаржылар, мемлекеттік сақтандыру қорларының қаржылары, мемлекеттік банктердің қаржылары, мемлекеттік ұйымдар мен мемлекеттік мекемелердің қаржылар, корпоративтік қаржылар, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар мен кәсіпорындардың қаржылары, сақтандыру ұйымдарының қаржылары, банктердің қаржылары, мемлекеттік емес арнайы қорлардың қаржылары, тұрғылықты халықтың қаржылары. Жаңа материалды бекіту үшін сиқырлы қобдиша әдісін қолданайық. Бірінші сұрақ: мемлекеттің бюджеттік құрылымына әсер ететін факторларды талдаңыз. Екінші сұрақ: нарық жағдайындағы мемлекеттік бюджеттің рөлін сипаттаңыз. Үшінші сұрақ: мемлекеттің ақша жүйесінің негізгі элементтерін және оның құрылымының принциптерін талдаңыз. Үйге тапсырма: қаржы құқығының пәні, жүйесі және қайнар көздері. Осы тақырып бойынша конспект жазу. Екінші тақырып: мемлекеттің қаржылық қызметінің құқықтық нысандары. Конспект жазу. Үшінші: мемлекеттің қаржылық қызметінің әдістері. Бұл тақырып бойынша сызба құрастыру. Назарларыңызға рахмет.